именно таксовать етіп жүрген адам болатын болса, ол таксист қой, кім нәпақасын көріп жүрген адам. Учетпен тұрып отыр ғой, не проблема, бірден төрт көлік қоғыздан кетіп отқан жоқ. Мына жерде қандай кедергі, мысалы қойғысы келеді, ал 3 машина қойғысы келеді. Ана жақта 2 машина қойып. Сізге айтып отырмын, тағы да дүкенге келушілер екінші қатарға қоюға мәжбүр. Неге мәжбүр? Себебі сіз мына жерде жол жауып тұрсыздар. Демек сен айтып тұрғаның, мына жерде дүкенге қою үшін мына орынды босатуымыз керек. Мысалы таксистер да. Емес, маған мына жол екінші қатарға қоймасын деп істеп отырмын әдейі. Сол ғой, екінші қатарға қойылмаса болды ғой. Екінші қатарға қойылатын себебі сіздер такси автокөліктен кімде? Жоқ, менің қатысым жоқ мына жерде. Сіз тұрсыз, сіздің алдыңызда басқа автокөлік тұр. Жоқ, енді мен солардың интересімен сөйлеп қарап жатырмын да. Болды. Қалай болды? Дәл солай ғой. Сіз сен енді мен орынды, мысалы мен Мақшылаққа таксистпін да. Мен орынды мына жаққа магазин келу үшін босатуым керекпін ба? Сенің әңгімеңе қарасаң енді сонда тұр ғой. Ары тұр, пожалуйста. Ар жақтан парковка тұр ғой. Мына жаққа сонда магазинге тоқтауға болады. Неде сіз азаматтық тұрсыз, адами тұрғыдан түсініп деп сұрайсыз да, еще азаматтық тұрғыдан түсінгенде қарамайсыз. Арман, екеуміз бар ғой, қазақша сөйлесіп жатырық қой. Бірақ екеуміз тіліміз бар ғой. Сіздің просто бар ғой, мен сізге бар ғой, мына киіміңіз неге көк, неге бас киіміңіз мынандай деп қазғылап сұрақ, дәл сондай сұрақ қойып тұрсыздар сіздер маған. Ол жестеріңді кішкене төмендетіп. Шағымдан барады, жын бар, ақ жын толық деген. Шағымдарыңыз, мен сіздің арыздарыңыз болсаңыз, түсіндіру сөздің жетпей тұр. Себебі сіздің түсінгеніңіз келмейді өзіңіздің. Түсінгім келмейді, потом что логика деген зат қайда? Түсінгеніңіз келмейді, сол себепті. Қалай түсінемін мен саған? Айтшы. Ермахан Арман Омарұлы 24-10-24-ке дейін Бақтыбаевтың кезінде алған кәсіп. Түсінгім келгенде емес, мен саған айтып тұрғаным, неге мына жаққа таксистке орын бермеске? Мысалы жарайды 3 машина қоя қойсын, ана жаққа сен айтуынша бір машина сияды ана жерге. Темекісін алады ма, басқасын алады ма? Оның проблемасы да. Айтып отырмын ғой, тағы да айта кетеді. Таксовать етіп жүрген жігіттер машина қойып тастайды жолға. Екінші қатармен басқа автокөліктер қояды, дұрыс па? Жоқ, екінші қатар ол уже нарушение, ол уже таза нарушение. Екінші қатарды келіп сен айтып тұрсың ғой, адами тұрғыда ол жерде қарай алмайсың. Неге? Себебі ол жол ережесі қағидасын. Екінші қатарға қоймас үшін, соның алдын алу үшін сізге мынақтан босатып, ар жақтан 2 автокөлікпен жүріңіз деп тұрмын. Болды, басқа артық. Мына жақта да 2 көлік сияды ғой. Сіз сол екеуміз одан артық қойыпсыздар ғой. Кім, мен ба? Міне бірінші. Жоқ, конкретно мен ба? Мен сіз соның қатарына барсыз деп тұрған. Бірнеше бір сіздің қасыңызда. Жоқ, Арман просто бүйтейік та, мына жерде таксистер жоқ ғой. 2 машинаға дейін мына жақта безбазар қойсын, ана жақта 2 машина қойсын. Мына жақта просто остановка уақыты, автобус уақыты біткеннен кейін деген проблема туып тұрды. Автобус кеткеннен кейін қандай проблема болды, сұрап болса. Өше түсінікті. Ер азамат жақында өше мен айтайын. Айта берсін. Былай айтқым келеді. Ер азамат жақсы. Давай, ал жақсы.